Халқым біздің әңгімеміз қызып жатыр, қасыма келіп жатып алды. Енді жаңа Инабатпен үйленетін болып шешіпті. Үйленетін болсаңдар біздің үйде тұра бересіңдер ме, осы үйде? Жоқ, бір жаққа көшеміз да одан кейін үйге келіп тұрмыз. Арасында келіп тұрасыңдар ма? Бізден хабарлап, иә? Иә, дұрыс. Иә. Онда ойыншықтарды алып кету керек па? Енді ол кезде сендер ойыншық ойнамайсыңдар, Алихан. Бала туысақ не қыласыз? Бала туысаңдар, енді өздерің сатып аласыңдар. Мен бала туып өзім сатып алдым ғой мына ойыншықтың бәрін сендерге. Сендер де өздерің бала туасыңдар да, сөйтіп өздерің сатып алыңдар ойыншықты. Қызық екенсің. Сені алып кетпейсіңдер. Мына қыз шоколад деп жылап кеткен екен, шоколад алып бермей. Қарашы, қолыңда бір шоколад бар. Мама? Осыны қарашы. Маған бересің ба, Инабатқа бересің ба? Біреу ақ. Кімге бересің? Инабатқа? Ойлы сорлы ойланған да жоқ, халқым. Не екенін айтайын ба? Сіздің жігітіңіз бар емес па? Инабат менің жігітім ғой. Жігітім де. Ой, мен Инабаттың жігітімін ғой. Мама. Сіздің жігітіңіз бар емес па? Жігітім бар, иә. Әркім өз қызына беру керек, иә, жігіттер, иә? Дұрыс па? Сондай? Болды, подкаблуш.